Арапа күні қажылыққа бармаған кісінің ораза ұстап, нәпіл намаздар оқып, Алладан дұға тілеуінің сауабы өте мол. Әсіресе арапа күні ораза ұстау мұстахаб амалы. Сүннет болып табылады. Ерікті амал. Ұстасаңыз сауабы мол, ұстамасаңыз күнәсі жоқ амал. Хадистерде ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын былай деген: арапа күнгі ораза үшін өткен жылғы және келер жылғы 2 жылдық кіші күнәларын кешіруді Алладан үмітпен тілеймін деген екен. Құрметті момындар, кімде-кім иншалла шамасы келіп арафа күнінде ораза ұстайтын болса, өткен және келер жылдағы кіші күнәларының Алла тарапынан кешірілетіндігін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осылай жеткізген.